О мәңгі жарық ұлы қасиетті бірлік, жалғыз домалақ ғалам Құдай аспан. Бүкіл түгместілік бітпешлікте. Бүкіл түгместілік заңын сен жібердің, сенен тарайды, ол тарай береді, бітпешлікке білмеймін. Сен бітпешлікпен өзін өсе бересің, 95% айттым, 5% құдайдығымен бұлттай бересің жақын бітпешлікті, және осында әрбір жанның басында 5% құдайдығым бар. Енді 95%-ға өзің үшін өмір сүресің. Енді соны саған міндетті түрде, енді қалай адамша айтайында, мойымен көтеру керек, құдайым-ау. 95% сен өзің үшін өмір сүресің. Бұлай да енді, сен тірі жансың ғой енді, сен бізді тірі жандар жаратқансың. Бүкіл бітпешлік заңын жібергенсің. 99% ауам бар, 1%-бен осы байланыспен бір-бірімізді сынаймыз. Міне қазір мен бәрінде Құдайды сынап отырмын. Енді 5% құдайдығына, 95% өмірге, уақытқа, күнге, түнге, білмеймін енді қалай 5%-ына ғана сиынбағанына. Енді біреудің ақысын алам десен, сен өз ақынды ала алмайсың, өз ақынды алып аласың. Кім болса да, Құдай болса да, кім болса да. Енді мен туғандарым кім? Индира мөлдір, енді осы әлемдеген айтайын, Жезихан Ерболан, Индира әпкем, енді қазір кім бар, соларды айтам мен. Болды. Индира әпкем, Жезихан Ерболан, Ләззат Муслим, Данел Ардақ, Диана Сания Саят, Абзал Жезихан, Мөлдір апайым, Аслан, Алина, соң Жаслан, соң Сезім, Серікқан, Раушан, Амир, Амина, Диас, Ержан. Енді ана дүниеде Амангелді, Бақытгүл, Аслан, Оралхан, Клара. Зинулда сәлкен сол, Танты, Найман, Адай, Ақсүйек, Сақ, Қазақ. Сендерде немерелер бұлай толып отыр. Бұлай ойлап отырғанда, мен сендерден енді білмеймін енді қалай. Біреудікін алам десен, өзінікінен айырылып қаласың. Кім болсан да, Құдайға тәубә, Құдайға шүкір, Құдайға рахмет. Мен әр кезде саған сиынып отырам, Құдайым-ау. Аумин.